менің бүгінгі оқырмандарым, бүгінгі жерде мен өзім Абайқын Абай атаның бір өлеңін жатқа айтып беремін. Сіздеріңіз болса, кеттік. Достар, бүгінгі видеода мен Абайқын Абаевтың «Өлсем, орным қара жер, сыз болмай ма» өлеңін айтып беремін. Өлсем, орным қара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл, бір ұялша қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім сыз болмай ма? Амалсыз тағдыр, бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып, артқы сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Бір күймек екі жанға әзіл етпе, жаны жара, бір қаным қаны қара. Жүрегімнің түбіне терең бойлы, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен бірге қалыстым, кінә қойма. Бұл менің Абайқын Абай атамның, яғни сүйікті ақынымның, ұнататын ақынымның өлеңі болып табылады. Бұл менің жатқа айтып берген өлегім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться деген осылай сол кнопканы, сол кнопкаға осылай айналдырасыздар. Және де мені сол бір алтын саусақтарыңыз үшін мені қатты қуанта аласыздар. Если солай істей алсаңыздар, мен тағы да осылай өлеңдерді көп айтып бере беремін. Комментарийға не түсіретінімді жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар, асылдарым.